Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте жұмсақ болып пісетін бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырымызды ашытып аламыз. Ол үшін жұмыртқа, қант, майонез және ерітілген сары май, жылы болуы қажет міндетті түрде, жылы сүт, жылы суымызды құйып, тұзымызды салып, ашытқымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бөлме температурасындағы ұнымыздың үстінен жаймендеп құйып отырып, не қатты емес, не жұмсақ емес қамыр едетін боламыз. Қамырымызды жұмсақ етіп ашытатын болсақ, сол кезде бауырсақтарымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып пісетін болады. 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге ашытуға қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, жақсы болып ашыды. Мен 3 суалаға бөліп, орташа қалыңдықта жайып алдым. Бауырсақтарымды осылай ыдыстың көмегімен дөңгелек етіп бөліп алдым. Қалған қамырын тағы да жуала жасап, тағы да дөңгелек етіп кесіп алдым барлығын. Осылай барлық бауырсақтарымызды дөңгелек етіп кесіп алып, 15 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қойдым. Алдын ала қыздырып алған майымызға бауырсақтарымызды салып, екі бетін аударыстыра отырып, бауырсақтарымызды қызартып, әдемелеп пісіріп аламыз. Екі бетін үнемі ауыстыра отырып, осылай қызартып, пісіріп аламыз. Сол кезде бауырсақтарымыздың іші өте жақсы болып піседі. Осылай қызарып, өте әдемі болып пісті. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Менің келесі видеоларымды көргілеріңіз келсе, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз.